Сәлем менің оқырмандарым, баршаңа да берекелі күн тілеймін. Бүгін менің видеомда адам неге ауырады, сол жөнінде айтқым келеді. Енді мен бұрынғы видеоларымда да айтып жүрмін, адам неге ауырады? Адам ойдан ауырады. Сіздің егерде басыңызда артық ой болатын болса, ол ой жүйкеге салмақ түсіреді. Жүйкеге салмақ түсіріп, аурудың бәрі сол кезде басталады. Сондықтан да керек ойды, керек емес ойды таразылап білу керек. Енді мен өзімнің тәжірибемде жалпы байқадым, адамдар неге жаман ойға барады. Адамдар жаман ойға барады, себебі көп адамдарда қазіргі кезде өте агрессия көп, реніш көп. Ал енді реніш неден болады? Реніш айналаңдағы адамдарды қабылдай алмаудан болады. Неге біз айналамыздағы адамдарды қабылдай алмаймыз? Неге бізге ол қиын? Себебі біздің қазіргі кезде бізде бір қандай қасаң түсінік қалыптасып қалған. Яғни біз адамдарды жаман, жақсы, дұшпан деп бөлеміз. А негізінде, егерде сіз сол адамдар дұшпан, адамдар маған жамандық жасайды, жаман адам деп ойлайтын ойыңызды, адамдардың барлығы да маған дос. Адамдар менің мына өмірде өтуге тиісті жолымда маған өздерінің әрекеттерімен көмектесіп жатыр деп сіз өмірді қабылдайтын болсаңыз, солай көзқарасыңызды өзгертетін болсаңыз, сізде ауру деген болмайды. Енді осы жерде мына нәрсені ескеріңіздер. Сіздің алдыңыздағы кездескен бүкіл адамның барлығы да ол сіздің айнаңыз. Яғни сіздің ішіңізде қандай ой бар, сіздің ішіңізде қандай ниет бар, сол ниетіңізге орай, сол ойыңызға қарай сіздің алдыңыздан адамдар кездеседі. Әрине, мұны адамдарға түсіну бірден қиын, бірақ мына мен өзім 15 жылдай уақыт болды, денсаулығы мықты, табысқа жеткен адамдардың өмірін зерттедім. Солар туралы көп оқыдым. Сонда менің түсінгенім, мына жетістікке жеткен, дені сау, берекелі адамдардың барлығы да айналасындағы адамдарды дұшпан санамайды. Керісінше, ол адамдардың барлығы да сол адамға мына өмір жолында өту үшін көмектесетін адамдар деп қабылдайды. Және де әрбір адамнан көрген неше түрлі жаман қасиетті ол өз бойынан іздейді. Яғни мысалы, оның алдынан бір жаман әңгіме айтқан адам кездесті ме? Яғни бұл жаман қасиет. Бірақ сол жаман қасиет ол өзінің бойында бар екенін түсінеді. Сөйтеді де ол адам өзімен өзі жұмыс жасайды. Яғни өзімен өзі жұмыс жасау деген не? Өзімен өзі жұмыс жасау деген ол адам өзіне шынайы қарап білу керек. Яғни шынайы мойындап білу керек. Өз-өзімен бет-бе-бет келіп білу керек. Яғни саған кездесіп отырған адамның бойындағы қасиет сенің бойыңда бар. Ойланып отырсаң, шынымен де сол адамның бойындағы жаман қасиет сенің бойында болады. Ол адам саған жамандық жасады ма? Ол сенің де ішіңдегі өзге адамдарға ойлаған жаман ойың. Енді осы жерде, Алла Тағала, менің осы адамнан көріп тұрған қасиет менің де бойымда болып тұр. Алла, кешіре көр, мені жақсы ойлайтын адамдардың қатарынан ете көр деп тілек тілейтін болса, ол міндетті түрде ол Алла Тағала ол тілегін береді. Яғни мен өзгеремін, ойымды өзгертемін дейтін болсаңыз, сізге өзі Алла Тағала ойыңызды өзгертуге көмектесетін адамдарды тапқыла қояды, немесе бір кітаптарды тапқыла қояды, немесе өзіңізге Алла Тағаладан бір керемет ғайыптан сіздің ойыңыз бірден өзгеретін болады. Жалпы
сіздің алдыңызға кездескен адамның барлығында сіз мүмкіндік деп қабылдаңыз. Яғни сіздің тазаруыңызға мүмкіндік беріп жатыр деп қабылдаңыз адамдарды. Үйіңізде күйеуіңізге ренжисіз, жалпы осы менің көрермендерімнің ішінде бір адам былай деп сұрақ қойған екен: неге ерлі зайыптылар қосылады, олар неге үйленеді, оның мәнісі не деп сұрақ қойған екен. Енді мен сол туралы да қысқаша айтып өтейін. Жалпы мына біздер адамдар, былайша айтқанда, бізде тұқымбыз. Мына құмырсқаның илеуін ғалымдар зерттеп көрген ғой. Әрине білесіздер, құмырсқалар олар дәндерді жейді, дән қысқа өздеріне дән дайындайды. Сонда бүйтіп қарап отырса, құмырсқаның ұясында құмырсқалар дәнді екіге бөліп қояды екен. Яғни кез келген дән ол өсуге бейім тұрады. Түсіндіңіз ба? Үнемі өсуге, көктеп шығуға дайын тұрады. Егер де оларды тұтас сақтайтын болса, ол жердің астында өсіп шығып, өсіп кетуі мүмкін. Ал егер де екіге бөліп қойса, ол дән өсе алмайды. Міне, осындай табиғаттың сырын білетін құмырсқалар дәнді осылай екіге бөліп сақтайды. Сол сияқты біздер де тұқымбыз. Былайша айтқанда айтады ғой, мына пәленшенің тұқымы оңбаған, немесе тұқымы өте керемет адамдар деп айтып жатады. Сол сияқты біз әрқайсымыз бізде ұрықтан, яғни тұқымнан пайда болғанбыз. Біздің де тұқым ол үнемі өскісі келіп тұрады, өнгісі келіп тұрады, жарыққа шыққысы келіп тұрады. Сондықтан да мына адамның үйленуі, кездесуі, ол да адамның жаңа айтқанда гүлденгісі келеді, өскісі келеді, өнгісі келеді адам. Ол подсознательно түсінбейді, бірақ бізде сондай программа жазылып тұр, солай қалыптасып қалған. Бізде де әу бастан Алладан келген кезде бізде дайын программамен келеміз, бірақ көбіміз соны біле бермейміз. Біз мына өмірге келген кезде бізге сырттан ата-аналарымыз немесе мұғалімдеріміз барлығы бізге сырттан программа енгізгісі келеді. Бірақ біздер өзімізде өмірге қажетті программаны біз әу бастан алып келгенбіз. Сондықтан да бізде өскісі келетін, өнгісі келетін программа бізді біздің өсуімізге жағдай жасайтын, өсуімізге қолайлы болатын адамды бізге кездестіреді. Енді сіз ойламаңыз, менің өсіп өркендеуіме тек қана жақсы адам кездеседі екен деп. Яғни сіздің жолыңызда кездескен жаман деген адамыңыз да сізді өсіруге көмектеседі. Қалай көмектеседі? Яғни сіз сол адамның жамандығын көре отырып, өзіңіздің бойыңыздағы жамандықтан арылсаңыз, сізде өсу болады. Яғни ішіңізде рухани өсу пайда болады. Сіздің ішіңізде басқа бір түсініктер қалыптасатын болады. Көзқарасыңызды өзгертіңізші. Жаман адам жоқ. Ол адамдардың барлығы да менің өсіп өнуіме, менің алға жылжуыма көмектесетін адамдар деп қабылдаңызшы. Болды, сол ойды қабылдаңызшы. Сондықтан да қазіргі кезде көп әйелдерде сол басты проблема күйеуі, яғни сіз күйеуіңізді қабылдауыңыз керек. Күйеуіңіздің бойындағы бүткіл жаман қасиет ол сіздің бойыңызда бар. Сіз оны түсіне алмауыңыз мүмкінсіз, бірақ соны түсінуге тура келеді. Сіз соны түсінген кезде ғана, қабылдаған кезде ғана сіздің өміріңізде өсу пайда болады. Ауру деп отқанымыз не? Ауру деп отқанымыз біздің ішіміздегі өскісі келіп тұрған энергияны біздер өзіміздің жаман ойымызбен басып тастаймыз. Жаман оймен басып тастаған энергия енді ол өзімізге кері өзімізді жейді. Көрдіңіз бе? Ол негізі, ол энергия сыртқа шығып, биікке ұмтылып, бізді жетелеп, біздің арман мақсатымызға жетелейтін энергия еді. Біздің бойымызға күш, қуат болатын энергия еді. А сіз ол энергияны алдыңыз шығармайсыз. Жалпы, сіз өзіңіз былай деп ойлаңыз. Мысалы, біздер үйімізде газ жағамыз да, мысалы сол газды ол үнемі жанып, от болып жанып тұру керек еді. Сіз оны еш жаққа да шығармайсыз, тек қана үйдің ішінде ұстап, есік терезенің бәрін жауып қойып, үйдің ішінде ұстайтын болсаңыз, ол
газдан қандай әсер аласыз? Мысалы, үйінің есік терезесінің бәрі жабық болатын болса, біріншіден ол үйдің ішінде бықсисың. Жанбаған газ болса, ол бір күндері атылады, ал жанып тұрған газ болатын болса, оның ішіндегі угары адамның басын айналдырып, адамды улайды. Сол сияқты сіздің ішіңіздегі де жаман ой, яғни адамдар жаман, адамдардың бәрі дұшпан, мына өмірде ешқандай да жақсылық жоқ деген ойыңыз сіздің өзіңізді жеп жатыр. Міне сөйтіп, ол біздің мына организміміз, тәніміз, ол өте керемет жаратылыс. Ол сізге сөйлеп жатыр, айтып жатыр: әй, мені ұстама, мына ішіңде жаман ойды ұстама, шығар, еркіндік бер. Мына адамның бойындағы энергия біздің бойымыздағы ағып жатқан қаннан пайда болады. Егер де осы энергияға қатысты ойларыңыз болатын болса, менің бұрынғы видеоларымды қарайтын болсаңыз, сіз оны түсінетін боласыз. Яғни сіздің ішіңіздегі қанның қозғалысы, ол сіздің бойыңызда энергия тудырады. Сол энергияны енді біз ұстамай, керісінше жарыққа шығаруымыз керек. Яғни сыртқы әлемді, сырттағы адамдарды қабылдауымыз керек. Есіңізде болсын, сіздің жолыңызда кездескен бүткіл адам, ол сіздің айнаңыз. Міне, айнаңыз, осыны түсініңіз. Оның бойындағы қасиеттің барлығы да сіздің бойыңызда бар, бірақ сіз соны білмейсіз. Бірақ енді соны біліп, қабылдаған кезде сіздің өміріңіз басқаша болады, басқа арнаға ағатын болады. Сондықтан да осы түсінікке біздер келуіміз керек. Неге бай, табысты адамдар берекелі, керемет өмір сүреді? Себебі олар, біздер көп жағдайда адамдар көпшілігі өмірді қиын қабылдайды, қиын деп ойлайды. Ол адаммен, күйеуімен, ойбай, оны түзеу қиын ғой, ойбай, мына әлемді түзету қиын ғой, ақша табу қиын ғой деген сияқты қиын деген ойды алып алғаннан кейін біздің өміріміз қиын болады. Ал керісінше, ешқандай да, міне, маған кездескен адамдардың барлығы да жақсы адамдар. Қабылдаңыз, бұл жеп-жеңіл, солай ойланыңыз. Барлығы да жақсы адамдар. Ол адамдардың барлығы да мені мына түзету үшін, Алла тағаланың мені жақсы көрген үшін сол адамдарды маған жіберіп жатыр. Маған тазартуға мүмкіндік беріп жатыр, мені тазаруға мүмкіндік беріп жатыр деп қабылдаңызшы. Оп-оңай қабылдаңызшы соны, сол ойды. Міне, сол кезде сізде өзгеріс міндетті түрде болады. Егер де осы менің видеом ұнаған болатын болса, лайк басыңыз, өздеріңіздің комментарийлеріңізді қалдырыңыз, байланыста болайық. Сонымен қоса, менің өзімнің оқырмандарыма арнаған курстарым бар, сабақтарым бар, марафондарым бар өткізетін. Мен осы жерге номерімді қалдырып кетемін, байланысып отырыңыздар. Жалпы, мына адамның жетістікке жетпеу, жаңа айтқандай басқаша ойлай алмауы көбіне біздегі шамалы соған байланысты білімнің жетпеуінен болады. Негізінде тоқ етері ар жағында біздер көп нәрсеге риза бола алмаймыз. Көрдіңіз ба? Риза бола алмаймыз. Біздер риза болып үйренуіміз керек. Бірақ көп жағдайда ойлаймыз, мен ризамын, риза болып жатырмын деп ойлайсыз. Бірақ нақты неге ризасыз? Сіз тереңірек оған барып бойлап білмейсіз. Осы орайда егерде өміріңізді өзгертіп, ойыңызды өзгерткіңіз келетін болса, сізге басқаша арна керек болатын болса, онда мен өзімнің ризалық атты марафоныма шақырамын. Бұл марафонда сіздер риза болуды үйренесіз. Нақты нелерге риза болу? Солардың барлығында мен қадам-қадаммен көрсетіп отырамын. Бұл марафон 28 күнге арналған. Яғни сіз 28 күн бойы өзіңізбен өзіңіз жұмыс жасау арқылы, берілген тапсырмаларды орындау арқылы сіздер өзіңіз көп түсініп аласыз, көп өзіңіздің бойыңызда өзгеріс болатын болады.
Сондықтан да мен сіздерге номер қалдырып қоямын. Егер де сіздер қатысам дейтін болсаңыздар, осы номерге хабарласыңыздар. Мен белгілі бір топ жиналғаннан кейін осы марафонымды бастаймын. Бұл марафоным біткеннен кейін мен 41 күндік дұға атты марафонды бастаймын. Яғни неге біздер қазір ораза айы болып жатыр, адамдар дұға етіп жатыр, үнемі дұға етіп жатыр, бірақ көп жағдайда керісінше дұға еткен сайын, яғни біз Құдайға жақындадық деген сайын, керісінше біздің мына әлемде кері кету бар. Ол нені білдіреді? Ол яғни дұға деп отқанымыз ол тек үнемі Құдайдан сұрай беру емес. Дұға деп отқанымыз ол жақсы өмірге деген установка. Көрдіңіз ба? Жақсы өмірге деген установка. Мына оның арнайы өзінің айтатын сөздері бар. Сөз деп отқанымыз ол құдірет. Сөз деп отқанымыз ол өмірдің көп құпия сырларын ашатын кілт. Түсіндіңіз ба? Дұрыс кілт тапсаңыз, барлық уақытта сіз қалаған есік ашылады. Ал дұрыс кілт деп отқанымыз, дұрыс есікке қадам деп отқанымыз, ол сіздің дұрыс ойыңыз бен өзіңіздің санаңыздағы дұрыс сөздер. Бұл 41 күндік дұғада 41 түрлі установка бар. Сол установкалерді оқи отырып, сіздің өміріңізде міндетті түрде керемет өзгеріс болады. Мен міне жеке адамдармен жұмыс жасағаныма 4-ші жылға қарап бара жатыр. Осы ризалық марафоннан өтіп, одан кейін дұғалар марафоннан өтіп, басқа да менің өткізіп жатқан сабақтарымды алып, жақсы нәтижеге жеткен адамдар өте көп. Сондықтан да сіздерге де осы өзімнің сабақтарыма, марафондарыма қатысуға сіздерді шақырамын. Мен өзім қарапайым аудан орталығында тұратын, кәдімгі қазақша айтқанда ауылдың қызымын. Өзім сияқты ауылда тұратын, көп жағдайда бойында қорқыныш ұялап қалған, не істерін, не қоярын білмей жүрген әйелдерге, қыздарға, керектесе тіпті ер адамдарға да жол көрсеткім келеді. Себебі мен өзім осы жолдың барлығынан да өттім. Менің бұл өмір тәжірибемнен алынған сабақтар. Сондықтан да сабаққа қатысып, осындай үнемі байланыста болуға сіздерді шақырамын. Мен номерімді қалдырамын. Сіздер де сол номерге шығып, мені тіркеп қойыңыз дейтін болсаңыздар, мен сіздерді өзімнің арнайы адамдармен жұмыс жасайтын чатыма тіркеп қоямын. Қазіргі заман ол қарап жүретін заман емес. Қазіргі заман өзгерістің заманы. Өзгеруіміз керек. Біздің бүкіл әдеттеріміз, аузымыздағы сөзіміз, ойымыз, өмір сүру стиліміз барлығы да өзгеру керек. Сол өзгеріске адамдар ол өздігінен келе алмайды, оларға міндетті түрде жетелеп жүретін рухани ұстаздар керек. Әрине, қазір рухани ұстаз көп. Әр адамға өзінің болмысына байланысты, өзінің өмір түсінігіне байланысты әр адам өзінің рухани ұстазын тауып алады. Менің видеомда тыңдап отырған көрерменім, мүмкін сізді жақсы өмірге жетелейтін ұстаз, мүмкін мен шығармын. Сондықтан да бірігіп жұмыс жасауға шақырамын. Өздеріңізден ешқандай да ақшаны аямаңыздар. Өзіңізді дамытатын жұмыстарға ақшаңызды аямаңыздар. Ол сіздің міндетті түрде алдыңыздан шығады. Мына өмірде өзіңізден құнды, өзіңізден артық ешкім жоқ. Соны түсініңіздер. Сіз өзіңізді өзіңіз қабылдап, өзіңіз жақсы жағына өзгерткен кезде ғана сізді басқа адамдар қабылдайды. Мен сізді осындай өзіңізді жақсы бағытқа бұруға, мен сіздерге көмектесуге дайынмын. Ой дизайнері Ақмоншақ атты каналға жазылыңыздар. Сұрақтарыңыз болса міндетті түрде комментарийге жазыңыздар, байланысып отырамыз. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.